тәуелсіздік дегеннің өзі жыл сайын беки беретін бір діңгек сияқты нәрсе ғой. Жайлап жылдар өте келе тәуелсіздігің беки. Сіздің үйіңізде отырған әке шешеңіз, мен баламнан ризамын, балам еске алған кезде бір сыртқа шығып кеудемді керіп демалам дейтін болса, міне тәуелсіздікке қосқан сіздің үлесіңіз. Ал енді әрқайсымыз функциямызды атқармай, елдің қамын президент ойласын, көптің қамын депутаттар ойласын. Ал енді мен өзімнің нәпсім деп аяғын созып жататын болсаң, шынында да тәуелсіздіктің кірпішін үгітіп атқан адам болып есептелінесің. Қаншалаған елдер бар. Бұзайын десе шекарасы жоқ, недовольный болып ренжейін десе президенті жоқ. Өзінен өзі бір айдалада қап кеткен, қапқасап апарып тастаған мысық сияқты бүйтіп қарап отырған елдер бар. Құдайға шүкір, елде отырмыз. Тәуелсіздікке мен үлес қосуым үшін керемет көк туды көтеріп площадьта жүруім шарт емес. Сен отыңның басында бала шағаңмен сұхбаттасып, жарың бетіңе қарап, сен жарыңа қарап, күліп ойнап, үйдің ішін береке мен күлкіге толтырсаң, тәуелсіз мемлекеттің бір клеткасы сау деген сөз.